Жұмсақ күлшенаның рецептімен бөлісемін. 12 штук шығады. Ең бірінші парақшама тіркеліп алыңыз. Алдымен таза ыдысқа 600 грамм сүт және де 300 грамм су қостым. Екеуінің орнын алмастыруға болады. 5 грамм дрожь салдым, 5 грамм тұз салдым және де 2 ас қасық қант салдым. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осы 900 грамм сұйықтық массаға 1,5 килограммдай ұн кетеді. Електен өткізілген ұнымызды салып, қолдың көмегімен қамыр елеміз. Қамыр қатты болмау керек, сұйық та болмау керек. Үстінен сұйық май құйып, жақсылап майы сіңгенше қамырымызды осылай елеп дайындап қоямыз. Бетін жауып 1-1,5 сағатқа қалдырамыз. Осылай көтеріліп шықты. Енді бөліктерге бөлеміз. Әрқайсысын 100 граммнан бөліп шықтым. Сол кезде сіздерде 12 штуктай шығады. Осылай листке орналастырып, ортасын басып, бетін пакетпен жауып қоямыз. 15-20 минуттан кейін көтеріледі. Ортасын вилкамен тесуге де болады. Жұмыртқасын жағып, 180 градуста 30-25 минут пісіріп аламыз. Осымен біздің нанымыз дайын.